было применено насилие, да. Мужчин хватали несколько, там, сколько ОМОНов даже приблизительно сосчитать невозможно. Ну, может быть, 40 человек было. Мужчин, в общем, за руки, за ноги и в автозак закидывали. У меня есть эфир, сохранился там, где пожилого мужчину, которому 55 лет, я вот забыла, как его зовут, его прям в автозак, когда заносили, затаскивали, его ногой пнули дополнительно для того, чтобы закинуть поскорее. Подъезден шыға бергенде, енді сан мөлшермен білмеймін, бір 20-30 шығар, собыр кәдімгідей. Автобусты есіктің алдына тіреп қойған. Собыр ешқандай түсініктеме берген жоқ, ештеме айтылған жоқ, кәдімгідей көтеріп алып, сол автобусқа салып алып, талап еттіген, не үшін, немене болып отыр деп. Барғасын көресіңдер деп, сол автобустың ішіне салып, сол Сарыаркинский ровдыға алып келді. Прям үйден шыға берген кезде бір 30 шақты ОМОН есіктің алдында күтіп тұр ғой. Сол жерден телефонымызды қолымыздан жұлып алып, қолымызды қайырып, автозаққа салып, Сарыарқа аудандық ішкі істер басқармасына апарып, сол жерде 2-де бардық сол жерге. Содан бөліп әрқайсымыз әр ровдыға алып кетті. Мені өзіміздің аудандағы, Сарыарқа ауданындағы бөлімшеге әкелді, опорный пунктқа. Сол жерде сағат 7-ге дейін ұстады. Сол жерде 489 баппен 13 тармағы бойынша маған штраф салды.